Қайырлы күн достар, менің арнама қош келіпсіздер. Ең алдымен арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бүгін сіздермен осындай өте ерекше, ірімшікті ғажайыптарды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті барлық заттарымызды дайындап аламыз. Құрғақ ыдысымызға ірімшігімізді саламыз. Оның үстіне жұмыртқамызды салып, екеуін бірге жақсылап араластырамыз. Одан кейін оның үстіне қантымызды салып, үшеуін бірге жақсылап силиконды лопаткамен араластырамыз. Егер сізде силиконды лопатка болмаса, венчикпен араластыруға болады. Сосын үшеуі біріккесін, үстіне ас содасын, тұз, сұйық майымызды құйып, бәрін бірге жақсылап араластырамыз. Жан-жағының бәрін түсіріп. Сосын ұнымызды 2-ге 3-ге бөліп қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Ұнды қосқаннан кейін басында осылай лопаткамен араластырамыз, біріктіріп алып, соңына қарай қолымызбен алып, қолымызбен біріктіріп, бәрін қамыр қылып илейміз. Біздің қамырымыз сондай жұмсақ, ерекше, әдемі болып шығады. Қамырымызды алып, тақтайға бауырсақ сияқты қылып жаямыз, қалыңдығын 1 сантиметрдей қылып. Мен осындай кішкентай жүрекше формалармен кестім. Егер сіздерде басқаша формалар болса, сонымен кесуге болады. Тіпті болмаса, кәдімгі бауырсақ сияқты қылып кесуге болады. Осы кезде қамырлымыздың бәрін кесіп алғанша, табамызды газге қойып, майымызды құйып дайындап қоюға болады. Астын қосып, оған дейін біз кесіп алғанша майымыз қызып тұратын болады. Қызып дайын тұрған майымызға кесілген жүрекшелерімізді салып, екі жағынан қызартып, орташа отта жақсылап пісіріп аламыз. Піскен жүрекшелерімізді алдымен қағаз орамалдарға сүзіп аламыз. Одан кейін өздеріңіз ұсынатын тәрелкелерге салып, әркім өз қалауы бойынша қант ұнтағымен, балмен ұсынсаңыздар болады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Таңғы асқа, 5-тің шайына жасап берсеңіздер болады. Өте дәмді және тез жасалады. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар, сонда келесі видео шыққанда, ал ең алдымен сіз бірінші болып көретін боласыздар. Ас болсын!